Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет кешкі асты дайындайтын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Алдын ала қазанымызды қыздырып, май құятын боламыз. Майымызды қыздырып, етімізді салатын боламыз. Етімізді қызартып қуырдым. Мендегі ет жылқының еті. Тұздалған ет, пиязымызды салдым, сәбізімізді, картобымызды салып, қызартып қуыратын боламыз. Яғни бәрін қуырып алдық, енді біз суымызды құятын боламыз. Суымызды құйып алып, бетіне көкөністерімізді саламыз. 30 минутқа, 35 минутқа газдың астын төмендетіп, қақпағын жауып қайнататын боламыз. 1 стакан суға, яғни тұзымызды салып, ертіп алдым, ыдысымызға құйып, және де 1 жұмыртқа салатын боламыз. 1 жұмыртқамызды жақсылап вилканың көмегімен араластырып жердім. Осылайша ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды салып, қамыр жасаймыз. Лопатканың көмегімен араластырып алдым. Осылай. Бізге қамыр қатты болу керек. Қамырымыз дайын болды. Енді біз 10 минутқа пакетке салып, тындырып қоямыз. 10 минут өткен соң қамырымызды алып, зуала жасайтын боламыз. Осылайша қамырымызды зуала жасап, ұнымызды бетіне шашып, қолымыздың көмегімен осылай басамыз. Қамырымызды оқтаудың көмегімен осылай жаятын боламыз. Осылайша жайып алып, столдың үстінде, осылай дастарханымыздың үстінде біраз 5-10 минутқа кеуіп тұрады. Осылайша қамырымызды орап, турайтын боламыз. Міндетті түрде осылай жасап көрсеңіздер, қамырларыңыз өте әдемі болып шығады. Осылай қазанымызға саламыз қамырымызды. Бетін 35 минутқа жауып, осылай пісіріп аламыз. Өте керемет әдемі кешкі асымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде қамырды қатты қылуға тырысыңыздар. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.